Сәлем достар, сладкое хобби KZ каналына қош келіпсіздер. Бүгін баклажаннан хе дайындаймыз. Ол үшін мына баклажандарымызды жуып тазалап аламыз. Сонымен қоса қызыл тәтті болгарский перец, сарымсақ немесе пияз, бір бас чеснок немесе сарымсақ. Одан басқа бізге керегі соевый соус, қара бұрыш, тұз, қант, молотый кориандр, кунжут, оны қуырып алу керек болады. Сонымен қоса қызыл ағашты бұрыс, чили, өсімдік майы. Одан басқа сірке, қышқылы керек болады, уксус. Мына баклажанның екі жақ шетін алып тастаймыз. Баклажандарымызды мантыварка немесе пароваркаға осылай саламыз. Одан кейін 8-10 минут пісіреміз қайнаған суда. Тура манты пісіргендегідей. Баклажанымыз пісіп жатқанша болгарский перецімізді дайындаймыз. Ол үшін оны екіге кесіп аламыз. Басын алып тастаймыз. Қолмен де алып тастауға болады. Ішіндегі бөлген перегородкаларын да былай кесіп тастаймыз. Тәртті бұрышты тағы да екіге бөлеміз. Сонымен бір бұрыштың өзін төртке бөлеміз. Одан кейін мынандай соломка, яғни таяқша қылып тураймыз. Пиязымызды екіге бөлеміз. Бір жартысын мынандай кесек жартылай мынандай қат соғып тураймыз. Ендігі жартысын тағы да екіге бөлеміз. Осылайынан тураймыз. 3-5 мм. Чесногымызды, яғни сарымсағымызды ашып дайындап қойдық. Баклажанымыз пісті, міне бұл да 10 минуттан артық, 15 минуттай пісті, міне жұмсақ болғанша. Енді оны суытып қоямыз. Бөлек ыдысқа салып алдық. Дайын болған баклажанымызды екіге бөлеміз. Оны тағы да екіге бөлеміз былайынан. Ұзын болса 3-ке, қысқалай меңі сияқты бір 10 см болса екіге бөлеміз. Жуандау болса оны тағы да былай кесуге болады. Баклажанға қажетінше өзіңіздің тұз саламыз. Енді сіркеге қышқылын қосамыз. Менде 70%, онымен қоса 9% қосуға болады, бірақ көлемін өзгертесіздер. Мен мысалы 1,5 қасық сірке суын құямын. Жарты қасық, енді 1 қасық. Сірке қышқылын столдың үстінде қалдыруға болмайды ешқашан. Кішкентай бала болса үйде оны ішіп қою мүмкін. Болды, 20 минутқа қалдырамыз, араластырып. Сарымсақты сары түске дейін майда қыздырып аламыз. Одан кейін оны плитамыздан аламыз. 1 минут өткеннен кейін қызыл бұрыш себеміз. Сарымсағымызға қызыл бұрыш саламыз. Араластырамыз. Қызып тұрған табаға 1 қасық кориандр саламыз. Одан кейін кунжут саламыз 1 қасық. Табада кунжут пен кориандрды қыздырып аламыз. Баклажанымызды суы болса суын төгіп тастаймыз. Менде суы шыққан жоқ. Мен кішкене 15 минут кішкене көбірек ұстап жүрдім буда. Одан сәл азырақ ұстасаңыздар 10-12 минут. Онда суы шығар. Қант қосамыз. Қуырған кориандр мен кунжутымызды қосамыз. Сарымсағымызды қосамыз мынандай. Жартылай шеңбер. Қызыл бұрыш. Тәтті қызыл бұрышты қосамыз. Чесногымызды қосамыз.
1 ас қасық соевый соус, аздап қара бұрыш, оған қызыл бұрыш пен майды қосамыз, араластырамыз. Бұл баклажанды сразу беруге болады, немесе 1-2 сағат холодильникке қойып, одан кейін бірақ жеуге болады. Баклажанымыздан жасалған хе дайын.